ең маңызды нәрседен болуы тиіс. Өзімізден, отбасымыздан және балаларымыздан да маңызды болуы керек. Себебі дін бұл біздің Алла Субхана ва Тағаламен байланысымыз. Сондықтан ислам жайлы әзілдеу туралы айтатын болсам, менің берер кеңесім, бұдан аулақ болыңыз. Өзіңізге қауіп төндірмеңіз, себебі адам жасауы мүмкін күнәлардың ең үлкені ол айтқан немесе істеген ісінің салдарынан ислам дінінен шығып қалуы. Ғалымдардың айтуынша кімде-кім Аллахтың дініне қатысты кез келген нәрсені мазақ етсе, немесе әзілдесе, Алла сақтасын, онда ол адам ислам дінінен шығады. Ол Аллаға тәубе етіп, тәубесінің қабыл болуы үшін қажетті шараларды жасау керек. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам уақытында, жорықтардың бірінде, Тәбук шайқасында 30 мыңнан астам сахаба пайғамбарымызбен саллаллаху алейхи уассалам бірге римдік әскерге қарсы шыққан болатын. Мұнафиқтар екіжүзділер әдеттерінше мұсылмандардың өздерін римдіктерден әлсіз сезінгендерін қалады. Олар, мына Құран оқушыларды қарашы, олардың бір уайымы асқазандары және олар ең үлкен өтірікшілер. Шайқасқа шықса, олардан асқан қорқақ адам жоқ деп мазақтайды. Басқа хабарда олардың кейбірі былай деп күледі. Бұл арабтар өздерінің не нәрсеге кірісіп жатқандарын білмейді. Римдіктермен соғысу, арабтармен соғысу сияқты деп ойлайды. Римдіктермен соғысса, бұларды жермен жексен етеді. Содан кейін барлығын түрмеге жабады. Бұл айтылған сөздер пайғамбарымызға, саллаллаху алейхи уассаламға жеткен кезде ол қатты ашуланады және осы мұнафиқтарға байланысты Тәубе сүресінің аяты түседі. Онда Алла Тағала: егер олардан өздеріңді не себепті жамандап мазақтағандары жайлы сұрасаң, түк болмағандай, біз жай әңгіменің қызығына батып, қалжыңдасып ойнаған едік дейді. Алла Тағала қатты ескертіп айтты: уа пайғамбар, оларға айт, Алланы, пайғамбарын, аяттарын мазақ қыласыңдар ма? Ей екіжүзділер, сылтау айтып ақталмай-ақ қойыңдар. Шынтуайтында сендер иман келтіргеннен кейін қарсы шықтыңдар. Шындығында сен иман келтіргеннен кейін күпірлікке түстің. Осы кішігірім мысалдан кейін өзіңе, олардың айтып жүргендері жай ғана әзіл ғой деуің мүмкін. Бірақ Алла Тағала туралы, пайғамбарымыз немесе ислам туралы ешқандай әзіл айтылмауы тиіс.